Баланың болмысы ойы мен қызыққа толы. Оларға қауіп туралы ескерту де, шектеу де маңызды емес. Еркіндікке құштар ойын балалары қауіпсіздік талаптарын ұғына бермейді. Сондықтан судағы қайғылы оқиғалардың негізгі себебі балалардың ересектердің қараусыз қалуы. Төтенше жағдайлар қызметі атап өткендей, жазатайым оқиғалардың көпшілігі дәл осындай сәттерден орын алады. Құрметті қала тұрғындары, қала қонақтары және ата-аналар, қазір таңда білесіздер, жаз басталғалы суға түсу кезінде балдардың әсіресе балдардың суға түсу көптеп кездесіп жатыр. Жыл басынан бері қазір таңда 12 адам суға кетті, оның ішінде 7 бала. Бұл айдан айтып өтейін, әртүрлі жағдайда. Дегенмен күн ыстық, қарап отырсыздар, мынау дарияда жалпы игерілмеген жерлерде, суға түсуге рұқсат етілмеген жерлерде көптеп суға түсушілер көбейіп жатыр. Осы себептен барлық сақтық шараларын сақтай отырып, белгіленбеген жерге суға шомылуға болмайды екенін ескерту қажет әрбір балаға. Қайғылы оқиғаларын алдын алу үшін қала әкімдігі, облыстық білім басқармасы, төтенше жағдайлар және полиция департаменті бірігіп, күнделікті рейдтік шараларды ұйымдастыруда. Қарап отырсаңыздар, көптеп деректер кездесіп жатыр. Мысалға да кеше 2 күн бұрын қайғыға қасірет болды. Арамызда жас балдар да кетіп қалып жатыр судан. Сол себепті тағы айтып өтем, су зерттелмеген, суға түсуге рұқсат етілмеген жерлерге мүлдем суға шомылуға болмайды. Президент саябағының маңындағы дария жағасында суға түсіп жатқан 2 азамат анықталып, оларға судағы қауіпсіздік ережелері жөнінде түсіндірме жұмыстары жүргізілді. Алайда бұл жекелеген жағдай емес еді. Дәл осы аумақта тағы бірнеше ер адам рұқсат етілмеген жерде суға шомылып жатқан жерінен байқалды. Бейнекамераны көре сала қашып құтылмақ болғанымен, қауіпсіздік шарасынан ешкім тыс қалмайды. Олар да көп ұзамай қолға түсіп, тиісті профилактикалық түсіндіру жұмыстары жүргізілді. Белгіленбеген жерге суға шомылып тұрсыздар. Сырдария өзені, өзіңіз білесіз, өте қауіпті. Дегенмен өзіңіз көрдіңіз, өзіңіз мойындап тұрсыз. Сол себепті сізге ескерту, айыппұл шаралары қаралады. Келесіде мұндай қатерлікті болдырмаңыздар. Білесіз ғой, қауіпсіздік шараларын қатаң сақтауға керек су айдындарында. Сол себепті алдағы уақытта мұндай қатер жасамайды деп ойлаймыз. Негізі белгіленбеген жер Қызылорда облысында көп, оны арнайы суға түсетін айтып отырмыз. Құдай қаласа алдағы уақытта жағажай іске қосылады, Эдельвейс жағажайы. Одан кейін бізде аквапарктер бар, басқа суға түсетін шомылатын жерлер бар. Көк суды пайдалануға беріп жатыр, сол жаққа түсеміз деп бар. Рейд Тасбөгет кентіндегі Сталинск каналында да жалғасты. Белгіленбеген орында кішкентай балалар суға түсіп жатты. Суға түсуге болмайды деген жазуларға қарамастан, олар заңға бағынбады. Бұл жолы ата-аналары шақыртылып, полиция учаскесінде түсініктеме беріп, хаттама толтырды. Бұл жазалау емес, сақтандыру дейді шараны ұйымдастырушылар. Түсіндіру жұмыстары, жаднама тарату, көрнекі белгілер қою, бұның барлығы да бір мақсатты көздейді: адам өмірін сақтау. Суға түсу науқанының басталуымен облыстық білім басқармасы, полиция департаменті, төтенше жағдайлар департаменті және қала әкімдігінің бірлескен профилактикалық шаралар жүргізілуде. Мамыр айының 25-нен бастап күнделікті рейд жұмыстар жүргізілуде. Дегенмен өкінішке орай қадағалаусыз қалған балалар белгіленбеген жерлерде суға шомылып, арты өкінішті жағдайлармен орын алып жатқан оқиғалар бар. Осы ретте барлық ата-аналарға айтатынымыз, өз балаларыңызды белгіленбеген жерлерге суға шомылуға тыйым салып, қадағалаусыз қалдырмауларыңызды сұраймыз. Жаз мезгілінде бізде білім басқармасына қарасты түрлі білім беру мекемелерінде үйірмелер мен секциялар бар. Балалардың бос уақытын тиімді үйлестіргілеріңіз келсе, сол секциялар мен үйірмелерге тегін қатысуға мүмкіндіктер бар. Ең басты міндет ата-ананың, баланың қауіпсіздігі, сондықтан да қауіпсіздік шараларын бірге қамтамасыз етуге шақырамын. Ата-аналарға ескерту, бір сәттік бейқамдық мәңгілік өкінішке айналуы мүмкін. Су ойын емес, ол кешірім сұрамайды, ескерту жасамайды. Балаңыз бір сәт көзіңізден таса болса, орны толмас қайғыға душар етуі ықтимал. Сондықтан сақтық пен бақылау сіздің жауапкершілігіңіз. Игі шараны ұйымдастырушылар баланың тағдырына немқұрайлықпен емес, жанашырлықпен қарауды талап етеді. Олжас Дәуіт, Айдос Исаев, Индира Раисова, Қызылорда қоғамдық телеарнасы.